Ассалаумағалейкум қазақ елі, тіл майдан жалғасып жатыр. Достар, мынау Каспий банкта осындай жағдай болды. Бір адам қылмыскер осылай тұтқынға алды адамдарды. Енді мынау Ресей мен Қазақстан шекарасы ашып, осы соңғы 1,5 жылда Қазақстанға тіркелген 370 мың Ресей Федерацияның азаматтар бар. Оның ішінде қаншама қылмыскерлер, қаншама педофилдер, қаншама ЧВК Вагнер, тағы да мынау Абхазияда, Приднестровьеда соғысқан қаншама алжыған солдаттар бар, оны бір Құдай біледі. Енді өкінішке орай сол 500 мыңға жуық Россиян қандай адамдар екен біз білмейміз. Шекарамыз ашық. Білесіздер, 2 жыл бұрын Алматыда 4 қазақты атып өлтірген, мынау Донецкта соғыста болған орыс, ЧВК Вагнерда болған Алматыда 5 Қазақстан азаматын атып тастады, алышып кеткен, соғыста болған. Енді бұндай нәрселер бізде көбейеді. Сатпаевта 2 Ресей Федерацияның азаматы 5 жасар қызды зорлаған, оны да полиция жасырып жатыр. Қазір Ресейден қашып келген қылмыскерлер осындай қылмысты біздің министрлер, МВД, КМВ, прокуратура жасырады, ол Ресей Федерацияның азаматы деп. Неге? Өйткені Тоқаев Ресей тағайындаған азамат президенті. Ол қазір орыс әлемін қорғайды.